Қайтадан жалған шақырту болуы мүмкін, деп күбірледі жалғас. Тар көшеге машина бұрылған кезде тезірек осы жердегі жағдайды анықтап үйге қайтсақ. Жүргізуші есінеді де басын шайқады. Түн жақсы болды, ауысымның соңында қатты ұйқысы қысып тұр. Ал мұнда саған тосынсы жігіттер, жаңа шақыртуға шығыңдар. Мұнда олардың айтуынша баланы ренжітіп жатыр. Таң тыныш және қарлы болды, және шын сөзім асыққым келмеді, бірақ бару керек. Міне осылай жарықтана бастаған ұйқыдан өтіп, барлық нәрсеге дайын болуға тура келді. Білуімше осы жерде, деді жүргізуші өзіне өзі және сұр хрущевканың есігінің алдында баяулады. Шынымен ба, неге екенін білмей сұрады жалғас. Бірақ оған оның жауапты қажеті болмады. Кіре берістен пуховой платок киген кішкентай кемпір шығып, оған қарай жүгірді. Полиция 1 жыл қызмет еткен жалғас көп нәрсені көріп үлгерді. Мас төбелес, біреуді әлсіз деп санап, тонаушылық жасағандар, адамдарды қызғанышқа итермелейтін жиіркенішті, қорқынышты әрекеттер. Бірақ бәрібір оның жұмысындағы ең шаршататын нәрсе осындай әжелердің шақыртулары болды. Көбінесе көршілердің қатты өлеңдері кемпірге кедергі келтіретіні, кемпірдің мазасы кетіп, көршілері оны радио қабылдағыштар арқылы сәулелендіріп жатыр деп шағымданатыны, немесе ең көп тараған нұсқа пошташы зейнетақысын ұрлайтыны анықталды. Осындай сергек және белсенді кемпірлерге қарап, жалғас әрқашан бізде әлі қол жетімді және жайлы қарттар үйлері жоқ екеніне өкінді. Өкінішті ақ. Бұл әжелерге де, олардың туыстарына да, полиция қызметкерлеріне де, барлығына да оңайырақ болар еді. Мен сізді шақырдым, дайынсыздар ма? Тез жүріңіздер. Әже, мұнда не болды? Менімен жүріңіз, деп бұйырды кемпір. Және кіреберіске қайтадан асығыс жүрді. Жалғас еріксіз күлімсіреді. Қандай талапшыл. Бірақ мұнда таңертеңгі тыныштық баланың қатты айқайынан жарылғандай болды. Және енді күлімсіреуге уақыт жоқ, жүгіріңдер, деп айқайлады кемпір. Бірақ полиция қызметкерінің асығуына қажеттілік жоқ еді. Жалғас қадам баспай дыбысқа қарай баспалдақпен жүгірді. Қай қабат, деп сұрады ол, жылдамдығын азайтпай. 4-ші балам, 4-ші, деп бірден жауап берді кемпір. Дереу солға қарай есік ашық тұрды. Ал пәтердегі айқай мен жанжал нақты қателесуге жол бермейтін еді. Полиция, деп қатты жариялады жалғас үйге кіріп. Мұнда не болып жатыр? Сірә олар оны естімеді немесе байқамады. Ал түс оңбаған неме? Әйтпесе мен сені өзім сол жерден шығарып аламын, деп ер адамның дауысы қатты шықты. Жауап болған жоқ. Бірақ бірден қатты соққы сынған әйнектің дыбысы естілді. Және сол дауыс айқайлады. Сені ме кішкентай оңбаған? Туған әкем емессің сен маған, деп баланың дауысы айқайлады. Жалғас жеңілдеп дем алды. Ең болмағанда мұнда пышақтаусыз өтті. Ол бөлмеге кірді. Полиция, мұнда не болып жатыр? Пижама киген семіз адам басындағы қызыл қою шырынды ойланып жағып жатты. Сіз жараландыңыз ба, деп сұрады полиция қызметкері. Ал адам оған және қызылға боялған бетін бұрды. Сірә жалғастың қадамдарын ол естімеген сияқты. Басыңызда не бар, сұраймын. Бұл қан ба? Адам маңдайына алақанын жүргізді. Содан кейін саусағын аузына салып, жалап тіпті тамсанды. Қан. Ой, қан өлтірді. Бұл ретте ол ауыр түрде бір қырынан екінші қырына аударылып, боялған саусақтарын қарап, сол аяғын тартып жатты. Жалғасқа мұның бәрі қандай да бір пайдасыз спектакль екені анық болды. Бірақ кісі ойната бастады. Азамат, тынышталыңыз, деп қатаң айтты ол. Мен мұның қан емес екенін көріп тұрмын. Тоқтатыңыз. Әрине қан емес, деп жоғарыдан баланың дауысы естілді. Жалғас басын көтеріп, төбенің астында антресольде кішкентай 8 жасар қызды көрді. Бұл қыпынай тосабы. Жалқау көкем жай ғана дүрбеленге түсті. Онымен әрқашан осылай. Мен жалқау емеспін, деді жерде жатқан иесі. Еріншек, деп сабырлы түрде жауап берді қыз, және полиция қызметкеріне қолын созды.
Маған бұл жерден түсуге көмектесіңізші, өтінемін, деді қыз. Жалғас күлкісін тыю үшін ернін тістеп, оның өтінішіне көбірек көңіл бөлді. Қызыл шашты, түймедей мұрны бар қыздың көздерін бұрын соңды көргендей болды. Мазасыз сезімге бөленді. Кешіріңіз, сізді не мазалады, деді қыз. Мұнда бәрі жақсы, полицияның қажеті жоқ. Ол мұны сенімді түрде қатты айтты. Мүмкін бұған сенуге болар еді, бірақ бір жыл бойы шақыртуларға барып жүрген адамға емес. Қажеті жоқ дейсің бе? Жалғас қыздың білегінен абайлап ұстады. Тек сүйектері ғана қалған құстай нәзік. Неге соншалықты бозғылт әрі арықсың? Міне бүкіл денеңнің көрініп тұр, тамырларың да көрінеді. Қыз шынымен де арық және қорқынышты түрде бозғылт еді. Полицияның қырағы көзінен қыздың киімі ескі, қай жерлері жыртылғаны да жасырын қалмады. Әрі ол оған кішірек те еді. Пижамасының жеңдері қысқа, шалбарынан тобықтары шығып тұр. Сонымен қатар қыздың көздерінің астында қара шеңберлер бар еді. Ұйықтамайсың ба? Бұл оның ештеңе жемейтінінен кішкентай шайтан деп кенеттен ер адамның дауысы естілді. Ол әлі де еденде жатты, бірақ айқайлауды әлде қашан тоқтатқан. Әңгімені қызығып тыңдап жатты. Ештеңе жемеймін, деп қыз бала дайындықпен ырыстады. Мен тек компьютерді жақсы көремін. Солай ма? Деп күлімсіреді Жалғас. Жарайды, анаңды бірге күтейік. Мүмкін еденнен қайта тұрды. Сізге соншалықты әуре болудың қажеті жоқ. Бәрі жақсы. Ал сіз қызметтесіз. Ал мен... Жалғас бөлмені шолып шықты. Асықпаймын, деп ол ескі диванға отырды. Диван созылып қатты сықырлады. Иә, мұнда полицияның қажеті болмауы мүмкін, бірақ қамқоршылық толығымен мүмкін. Бөлме керемет түрде кедейді. Қабырғаларының ескі түс қағаздардың жыртықтары салбырап тұрды. 80-ші жылдары шығарылған жиһаз ол кезде мүмкін қымбат және беделді болған шығар, бірақ енді мұндай интерьерде тұруы құдай сақтасын. Жыртылған есігінде саңылауы бар шкаф. Сервантта бірнеше сөре жетіспейді. Жыртылған тұтқалар, сызылған жылтыр, жоғарыдан төменге дейін әсерлі жарығы бар айна. Қорқынышты. Сен қайда ұйықтайсың? Деп сұрады Жалғас қыздан. Ол қолымен ас үйге қарай сілтеді. Онда жылырақ. Менің анам маған сол жерге жиналмалы төсек қойды. Көргіңіз келе ме? Көремін. Көрсет. Ол орнынан тұрып қыздың артынан жүрді. Күн ешқашан қарамайтын бұл қараңғы, тозған бөлмеден шыққысы келді. Анам дүкенде жұмыс істейді, деді қыз сол кезде. Тәулік бойы, мұнда жақын жерде. Сағат 7-де оның ауысымы аяқталады, ал 7:15-те ол үйде болады. 7:15-те? Деп оны мазақ етті Жалғас. Көріп тұрсың ба? Қандай ақылды қыз. Қыз ығын көтерді. Мен үздікпін. Параллельдегілердің бәрінен жақсы оқимын. Ал ас үйде көңілді көңіл күй орнады. Жиналмалы төсек ашық қызыл-жасыл көрпемен жабылған. Үй үстелі мүмкін жазу үстелі ретінде де қызмет еткен. Мұнтаздай таза еді. Жиналмалы төсектің жанында кішкентай сөреде оқулықтар мен пластик оратылған фотосурет тұрды. Ал бұл анам, деді қыз, және сөреден фотосуретті алып, оны полицейге ұсынды. Әдемі, ол менің анам ба? Деп қыз Жалғасқа суретті көзіне жақындатты. Бір сәтке ол қателесіп тұрған сияқты болып көрінді. Және бұл мүлдем басқа әйел, ол ойлағаннан да мүлдем басқа еді. Жоқ, ешқандай қателік болған жоқ. Фотосуретте әсел болатын. Және сол күні оның әлі есінде. Көктем болатын. Жоқ, мүмкін жазға жақын еді. Сол мамыр айы соншалықты ыстық болды. Әсел 9-шы сыныпты бітіріп, құрбыларымен қыдырып кетті. Ол онымен бірге барғысы келді. Бірақ оны алмауды шешті. Және бұл көз жасына дейін қатты өкпеледі. Ал Әселді күліп бір қолында қантты мақта бұлтты, екінші қолында сүтті коктейлі
жасыл хош иісті жапырақтардың фонында құрбыларының бірі түсірген. Сол кез жақсы күн болды, және ол Жалғас бұл фотосуретті жақсы көрді және ондағы қарындасын жақсы көрді. Ал бір айдан кейін Әсел жоғалып кетті. Олар анасымен бірге полицияның, мектептің, Әселдің сансыз құрбыларының есігін қақты, бірақ ешкім оны қайда кеткен болжай алмады. Қыз үлкен, өзі келеді, деп полиция оларды жұбатты. Сіз бұл заманауи жастарды білесіз ғой, бір досымен қандай да бір фестивальға кетіп қалды, немесе қайда барғанын кім біледі. Бірақ апталарды қуып жетті, және міне жаз өтіп кетті. Тамыздың соңғы ыстық күндері жанып жатты, барлық фестивальдар аяқталды, бірақ Әсел әлі пайда болған жоқ. Анасы ұлы үшін барынша тырысқанымен ауруханаға түсті. Жалғас әжесіне көшіп келді, бірақ ол анасының жағдайы туралы ешқашан ештеңе айтпады. Тек көршілермен болған жасырын әңгімелерден оған жұмбақ сөздер жетті. Невроздар клиникасы, реактивті депрессия, психотерапия. Жыл қарсаңында анам ауруханадан шықты, бірақ Жалғас оны құшақтауға жүгіргенде ол тек кінәлі түрде күлімсіреп, кепкен қолын оның төбесіне қойды. Бұл күңгірт жаңа жылдық дастархан болды. Әже түн ортасында шампан бөтелкесін ашып, тост айта бастады. Жамандық ескі жылмен бірге кетсін, жақсылық. Анам аузын қолымен басып, басын шайқап, ештеңе айтпай дастарханнан жүгіріп шықты. Жалғас оны кіре берістен тапты. Ол ашық алаңда тұрып, темекіні терең тартып жатты. Ол ешқашан темекіні шекпеген. Ана, Жалғас есебін қысып, тез және жаңашырлықпен сөйледі. Мен өскенде полицей боламын, және біз міндетті түрде Әселді табамыз. Көресің, ана, табамыз. Әйел қайтыс болды. Терезеден тура оларға мұздай жел соқты. Демек, бұл сенің анаң ба? Деп баяу айтты Жалғас. Қызға суретті қайтарып жатып, оның бетіне қайта қарады. Иә, деді қыз. Мұқият көздерді қайдан көргенімді бірден қалай ұмытып қалдым. Кіре берісте аяқ дыбыстары естілді, және сол кезде ер адамның ыңғылы естілді. Әсел, сен қарашы, бұл сенің Жамайкаң, тағы да осы тосап. Жанат, деп оған шаршаңқы әйелдің дауысы жауап берді. Әсел екі пакет қолында ас үйге кірді. Жамал, қызым, ал бұл кім? Сәлеметсіз бе, қарындасым? Деп тыныш амандасты Жалғас. Әсел үстелде отырып, қолындағы орамалды айналдырып отырды. Мен ештеңе ойламадым, деп ол тыныш ойлады. Жалғас оны бөлген жоқ. Романтика, махаббат, саяхат барлығы сияқты деп ойладым. Жайран, теңізге барамыз деді. Біз онда бір ай болдық, және мен сияқты оған қызықсыз болып қалды. Содан кейін ол кетіп қалды. Ал одан кейін ол жоқ. Мен іздеп жүгірдім. Содан кейін ол жолда таксимен кетіп қалды деді. Ал мен автобуспен қалаға дейін жетіп қалдым. Мені әкеліп тастаған көлік жүргізушісі, ол жаз, әдемі, көңілді болды. Менімен бірге тұр, мен сені жұмысқа орналастырамын деді. Бір асханаға ыдыс жуушы болып орналастырды. Ал 1-2 айдан кейін мен оның басқа біреумен жүріп жүргенін білдім. Кеткім келді, бірақ мұнда жүкті болып қалдым. Ойлаймын, енді қайда барамын? Үйге барып, ұятқа қаламын. Міне, Жамалды да тудым. Тыңда, деп шыдай алмады Жалғас. Оның шынымен де Жамал деп атайды ма? Бұл есімді сол қойған. Өткен өмірінде сондай болған деп сенеді. Енді түсінесіз ғой. Жамал оны арамтамақ деп атайды, деді Жалғас. Әсел күліп жіберді. Жалпы дұрыс, ол ешқашан жұмыс істемеген. Менің ақшама өмір сүреді. Онда неге оны шыдап жүрсің? Әсел қайтадан қолындағы орамалын қысып, бетінде қызғылт тақтар пайда болды. Менің жұмысым бар ғой, деді ол ақыры. Көріп тұрсың ба? Қандай жұмыс? Түнде жұмыс істеймін. Таңертең келемін. Жамалды жалғыз қалдыруға қорқамын. Ал мұнда
Жанат мүлдем ақылдан адасқан. Жамалдың оған тамақ істеп беруін қалайды. Мен жұмыста болғанда кім қамқорлық жасайды? Бала ғой, дейді. Түсінікті. Мұндайға ұмтылмайды. Сондықтан ол түнде оны қуып шығады. Оларда шу шығады, мен келсем. Жамал антресольда бүрісіп ұйықтап жатады. Ал ол, Жанат сенсің дейді маған. Оған шағымданады және оны қорлайды. Ол оған банкылар лақтырады. Жалпы ол маған бір ай бойы Жамалды балалар үйіне жіберу керек деп айтып жүр. Тек жалғас, мен мұндайды ойлағанда жоқпын. Мен Жамалды ешкімге бермеймін. Ол менің күнім, ол менің қызым. Ұят маған. Жалғас және мен жаңа жұмыс тапсам, оны бірден қуып шығарамын деп шештім. Міне, үйде жұмыс таптым. Тігінші боламын. Тігін мәшінімді жөндеп алдым. Жарайды. Жалғас оның иығынан сипады. Сен бәрін дұрыс шештің, деді ол мейірімділікпен. Жамалда сізде өте жақсы. Жылдам, ақылды, батыл. Ол ойланып қалды. Жан дүниесінде жатқанның бәрін айтуға батылданғандай, ол оған не айта алады? Күздікке айналған жаз туралы айту керек пе? Және олар анасымен бірге күтті, бір күні ешқандай үміт қалмағанша. Немесе ол әжесінде қалай тұрғаны туралы, ал анасы ауруханада жатқаны туралы. Және оған ешкімді кіргізбегені туралы ма? Немесе анасы ақыры қайтып келгені туралы ма? Және сол қорқынышты кеште олар терезеде тұрғаны туралы. Және ол қарындасын іздейтінін уәде еткені туралы ма? Ол өзі де берген, бірақ сенгісі келгендіктен уәде бергені туралы ма? Және жел соғып анасының темекісінен шыққан ұшқындар осы елмен таралып, біреу олар үшін фейерверк ұйымдастырғандай болды. Мен сенің тірі екеніңе қатты қуаныштымын, Әсел, деді ол шын жүректен. Сенде қызың өсіп жатыр, ақылды. Бұл бәрінен де маңыздырақ. Маған енді бәрі бір, енді бәрі жақсы болады. Мен мұны нақты білемін. Әсел жылап жіберді. Азапталған бетін ағасының иығынан қысты. Ол кедергі жасамады, жыласын. Ол иығынан құшақтап, Жамал сияқты басын кеудесіне тартты. Сен мені анама апарасың ба? Деп сұрады Әсел. Көз жасы әлде қашан құрғап, енді көздері ісініп қызарып кеткен. Ол тіпті оның немересі бар екенін де білмейді. Жалғас ойланып басын изеді. Апарамын, зиратта. Бұл күні адамдар аз еді. Тек кей жерлерде алыстағы адамдар жаңа қабірден шығып мұңайып, бір-бірімен тыныш сөйлесіп жатты. Әсел оларға қараған жоқ. Ол қолымен ескерткіштен қарды сүртіп, ағасына бұрылды. Демек бұл бір жыл өтті ме? Деп растады ол. Жүрек. Дәрігерлер кең инфаркті деді. Бір рет және ол қайтыс болды. Қолында жастықпен, олар айтты, мүлдем қиналған жоқ. Ал мен білмедім, деп тыныш сыбырлады ол. Өзіне өзі, немесе мүмкін анасына қарап. Ағасы Әселдің иығынан сипады. Қалай болды? Солай болды. Әсел, деді ол жұмсақ. Ол сенің тірі екеніңді, сенің жақсы екеніңді және Жамал туралы да білетінін біледі. Сенемін. Ол басын шайқады. Ол бұл туралы тым кеш білді. Мені ұрыспайды, Жамалды құшақтамайды. Тым кеш. Жамал анасына келіп, оны құшақтап бетін қысты. Ештен кеш жақсы анашым, деп сыбырлады ол. Мүлдем ешқашан болғаннан гөрі.